Құрметті достар, бүгін біз 9 сынып бойынша бейорганикалық қосылыстардың сапалық талдауы бөлім бойынша жиынтық бағалауды талдап өтеміз. Ал ендеше кеттік, бірінші сұраққа назар аударыңыздар. Отшашуларда әртүрлі түстерді шығару үшін металдардың тұздары қолданады. Жалынның боялуы құрғақ тәсіл әдістерінің бірі металл катиондарына сапалық реакция болып табылады. Берілген суреттегі отшашудан натрий ионы, барий ионы, кальций иондарының түстерін анықтаңыздар. Енді отшашуда бізде бұл иондардың өзіндік түстері бар. Жанған кезде олар қандай түске боялады? Анықтап өтейік. Натрий ионы бізде сары түске боялады. Натрий ионы. Барий ионы бізде сары жасыл. Ал қызыл кірпіш түсте болатын бұл бізде әрине кальций. Түсінікті? Кеттік ары қарай. Химиялық стакандарда купрум, феррум 3+ және феррум 2+ иондарының тұз ерітіндері берілген. Стакандардағы тұз ерітіндеріне бірнеше тамшы натрий OH ерітіндісін тамызғанда тұнба түзіледі. Купрум, феррум 3 валенттілік, купрум, феррум 2 валенттілік тұнбаларының түстерін анықтау керек. Демек, бізге медь, купрум, феррум 3 валенттілік, оған 2 валенттілік. Бұл пробиркаға натрий OH-ты тамызса, қайсында қандай түс болады екен? Енді қандай тұнба түзіледі? Купрумға натрий OH-ты қосатын болса, бізде купрум OH мына жерден бөлінеді. Мына жерден OH бөлінеді. Және купрум OH 2 еселенген. Осындай бізде тұнба түзіледі. Бұл бізде көк түс болады. Ал феррум 3 валенттілікте де дәл солай OH ортасынан бөлінеді де феррум OH 3 валенттілік болғандықтан 3 еселенген болады. Бұл да бізде тұнба. Бұның түсі қоңыр түске боялады. Қоңыр. Ал 2 валенттілікте дәл солай, бірақ феррум OH 2 еселенген болады. Бұның түсі бізде жасыл түске боялады. Түсінікті? Келесі ұсынылған иондарға сапалық реакцияны анықтайтын реагенттер мен қысқартылған иондық теңдеулерін жазыңыз және түрлі түсті қаламдарды пайдалана отырып реакция нәтижесінде байқалатын өзгерістерді бояңыз дейді. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен бізде йод ионы берілген. Бұның сапалық реакцияны анықтау үшін біз аргентум NO3 күмісті қолданатын боламыз. Және оның реакциясын жазу керек. Мен сіздерге толық реакцияны жазып көрсетіп кеттім. Бұл жерде қысқартылған реакцияны жазуға да болады. Ол үшін бізге аргентум не дейді?
Демек, мейлі осылай қала берсін. Мына көрсетілген жерде йод және аргентум ион ретінде аласыздар да, аргентум йод тұнба түзіледі деп белгілейсіздер. Бұның түсі сары болады. Байынан сары мен бояп қойсаңыздар да болады, немесе мен секілді сары деп жазып қоя салуға да болады. Келесі SO4-ті анықтау үшін біз барий хлор 2-ні қосамыз. Барий SO4 бізде тұнба түзіледі. Иондық реакцияны жазғанда барий 2 плюс SO4 2 минус деп есептесеңіздер де жазсаңыздар да болады. Бұл жерде бізде ақ түске боялады. Келесі бромды да аргентум NO3 пен анықтауға болады екен. Дәл солай реакцияны жазып кеттік. Бұл жерде түсі тоже сары болады. Келесі PO4-ке де аргентум NO3-ті қосып анықтауға болады. Бұл жерде де аргентум 3 PO4 деген тұнба түзіледі. Бұл тұнбаның түсі бізде ашық сары болады. Ашық сары. Енді CO3-ті анықтау үшін бізге кальций OH керек болады. Оның иондық реакциясын жаза салайық. Кальций 2 плюс CO3 2 минус. Түзіледі кальций CO3. Тұнба. Бұл кальций CO3 бізде ақ тұнба болады. Келесі NO3-ке концентрацияланған H2SO4-ті немесе купрумды қоссаңыздар болады. Бұл жерде мен купрумды қосып қолдандым. Ол кезде сіздерде купрум NO2 және H2O түзіледі де, түсі қоңыр болады. Келесі хлорды да аргентум NO3 пен анықтауға болады. Аргентум хлор деп тұнба түзіледі. Бұл тұнбаның түсі ақ түсте болады. Силициум OH 2 минусты біз HNO3 пен анықтай аламыз. Немесе дәл мен реакцияда көрсеткем H хлормен анықтауға да болады. Бізде түзілетін натрий хлор және H2 силициум O3 деген тұнба. Бұның түсі ақ болады. Түсінікті, келесі тапсырманы берейік. Зертханада белгісіз заттың сулы ерітіндісі дайындалды. Бізге бір белгісіз зат берілген. Белгісіз зат сулы ерітіндісі дайындалды. Алынған ерітіндідегі бірнеше миллилитр натрий гидроксидінің ерітіндісін және алюминий фольгасының бірнеше бөлігін қосып, алынған қоспаны спирт жам жалының үстінен қыздырады. Нәтижесінде өткір иісі бар газ пайда болады. Ылғал қызғылт лакмус қағазының бөлінген газы бар сынауға салған кезде көк түске боялады екен. Белгісіз құрғақ заттың бір бөлігін жанарғының жалынына апарғанда жалын сары жасыл түске боялады. Сапалық талдау нәтижесінде анықталған затты анықтаңыз дейді. Демек, бізде белгісіз бір зат берілген. Оны біз X деп алайық.
анда жаза берейін. X плюс оған бірнеше миллилитр натрий гидроксиді. Натрий OH. Және алюминий фольгасы болады. Бізде өткір иісі бар газ пайда болады деген. Демек, натрий OH бар кезде ол NH3 болады. Демек, ол аммиак. Аммиактың иісі өте өткір. Және ол алғал қызылдақ нұсқағазын бөлінген газы бар сынауға салған кезде көк түске боялады. Оған демек суды қоссақ, NH3-ке біз NH3-ке суды қосатын болсақ, NH4 OH пайда болады екен. Осы бізде көк түске боялады. Түсінікті. Енді белгісіз құрғақ заттың бір бөлігін жанарғының жалына апарғанда жалын сары жасыл түске боялады. Бұл бізде барий ионы. Барий ионын қосқан кезде бұл бізде барий NO3 деп OH-ты алып бөлініп шығып барий нитратын түзетін болады. Демек, мына жерге жазып кетейік. Бізде катион барий анион ретінде NO3. Барий тұзың формуласы NO3-2. Барий нитраты. Түсінікті. Берілген ерітінді катионды қандай сапалық реакцияның көмегімен анықтауға болатынын көрсетіңіз. Демек, бізге жазу керек сапалық реакция барий NO3-ті біз натрий гидроксидімен анықтауымызға болады. Немесе SO4 бар иондары H2SO4 жаңа серный кислотамен анықтауға да болады. Демек, біз қысқартылған иондық түрін жазып өтейік. Барий 2 плюс SO4 2 минус. Барий SO4. Түсінікті. Келесі құрамында 11,1 грамм кальций хлориді және 35 грамм қорғасын нитраты бар. Екі ерітіндіні қосқанда түзетін тұнбаның массасын есептеңіз. Міне, кальций хлориді берілген. Кальций хлоридінің массасы 11,1 грамм. Және қорғасын нитраты 35 грамм болып тұр. Бұл бізде 35 грамм. Реакция кезеңінде бізде түзілетін зат ол ортадан былайынан бөлінеді. Барий деп болады. Не айтады? Плюмбум хлор 2 болады. Мына жақтан хлорды өзіне тартып алады. Плюс кальций NO3 болады. Кальций эквивалентті
2 еселенген. Бізге плюмбум хлор 2 осы тұнбаның массасын анықтауымыз керек. Демек, теңдеуді теңестіретін болса, кальций бізде 1, NO3-тен 2, плюмбумнан 1, хлордан 2 барлығы теңесіп тұр. Енді ең алдымен бізге бұлардың мольдық қатынасын табып алуымыз керек. Ол үшін N кальций хлор 2-нікін табамыз. Және N плюмбум NO3 екеселенгенікін табуымыз керек. Ол үшін біз массасын бөлеміз малярлық массасына. Малярлық масса кальций хлор 2-де. Мына жерге малярлық массасын жазайын. 111 грамм. Ал плюмбум қорғас нитраты 331 грамм болады. Оны мен алдын ала есептеп қойдым, сіздер өздеріңіз есептесеңіздер де болады. 11-де 1-ді бөлеміз 111-ге. Ол бізде 0,1 моль. Ал 35-ді бөлеміз 331-ге. Бұл бізде 1000-нан 105 моль. Енді қатынасын қарайық. Реакция бойынша бізде қатынасы 1-де 1 болып тұр. Соны жазып кетейік. Не 1-де 1. Ал жаңағы мольдік есептегеніміз бойынша бізде қатынасы 0,1-ге 0,1000-нан 105 болып тұр. Демек, біз қайсысы избытокта бізде плюмбум NO3 екеселенген болып тұр, онымен біз жұмыс жасамаймыз. Мұнамен жұмыс жасамаймыз, біз кальций хлор 2-мен есепті жалғастыратын боламыз. Плюмбум хлор 2-нің біз асадықтың алған мынау осының малярлық массасы табып алуымыз керек. Бұның малярлық массасы тең болады 278-ге. Енді осының массасын қалай табамыз? Количествоны көбейтеміз малярлық массасына. Демек, 0,1-ді көбейтеміз 278-ге. Тең болады 27-де 8 грамм. Міне массасын анықтадық. Жауабы деп өздеріңіз жазып аласыздар. Осымен біздің 9-шы сыныпқа арналған БЖБ номер 2-ні анықтадық, талдап шықтық. Егер де сіздерде сұрақтарыңыз қалған болса, міндетті түрде комментарийдің астына жазып кетіңіздер, мен сіздерге жауабын беретін боламын. Сіздермен бірге болған Назерке Әлібекқызы химия онлайн арнасында. Қош сау болыңыздар.